Бүгін отбасыңызды таңғалдырып, нан кебап жасап көріңіз. Бұл нан кебапты жегенде жемегенде арманда тойымды болып, өте дәмді болып шығады. Алдымен жылы сүтке шай қасықпен тұз және де қант, одан кейін дрожжды қосып, жақсылап араластырып, шетінен ұнды қажет мөлшерде салып, жұп-жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Көтерілгенше дейін бетін жауып алып қоямыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Етімізді жуып алып, жақсылап, одан кейін сүртеміз салфеткамен. Қазір пісірген кезде су шашырамас үшін осындай жеп-жіңішке етіп турап алатын боламыз. Қызып тұрған майда етімізді қуырамыз, үстіне татымына қарай тұзды саламыз, араластырамыз. Одан кейін соевый соусты кішкене қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып, кішкене су құйып, бетін жауып, жай отқа алып қоямыз. Етіміз піскенге дейін. Ал оған дейін қамырымыз көтеріліп дайын болды. Осындай бөлшектерге бөліп, жағын етіп, одан кейін жайып, осындай бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Бірінші сүтке, одан кейін кунжутқа аунатып қуыратын боламыз. Бұл жерде қыздар нанды мен сияқты қатты жіңішке етіп жаймаңыздар, себебі қазір ортасын кескен кезде қиын болады екен. Мен қатты жіңішке қылып пісіріп жіберіппін. Осылай ортасын кесіп, оған кетчупты, етті, жуаны салып ұсынамыз. Өте дәмді болады, жасап көріңіз.